деструктивті діни ағымдардың қазіргі осы біздің қоғамға, жастарға, қоғамның тамырына балта шабу туралы мәселе келетін болсақ, бұл енді өзі кері ағым болғаннан кейін бұл жайдан жай бір ағып келген дүние емес. Бұл арнайы мүдделі целенаправленный дейді ғой. Сол жүйелі жұмыс өз идеологиясын іске асыру үшін қоғам зерттеледі бірінші. Маргинальный топтар бар ма? Бұның қай жағынан келе аламыз деген кезде оның қоғамның әлсіз тұстары зерттеледі. Ең бірінші, конечно, әрине бұл рухани мәселесі қоғамның. Ұлттық санамыз, мәдениетіміз, тіліміз, әрине осы тамырымыз болып табылады. Сондықтан бұл тамырдың әлсіз болуы, осы тамыр дегенде қалай, тамыр деген қоғамға бір рухани нәр беріп тұрады. Сол бұрыннан келе жатқан тарихымыз, сол тарихымыз жоққа шығару арқылы өзіміздің бұрынғы төл мәдениетімізді, тілімізді, дінімізді соны жоққа шығару арқылы бір тобыр дейді ғой енді, маргинал топ. Солар пайда болған сайын зомби дейді қазіргі. Сол арқылы іске асыратын шаруа бұл. Радикалды кері идеологияға қазақ қоғамы несімен төтеп бере алады дейтін болатын болсақ, әрине бұл төл мәдениетімізді, салт дәстүрімізді, үлкенді сыйлау деген құрметтеу, қазақтың өзі салт дәстүрі бәрі өзінің жалпы көшпенді халыққа бейімделген, адамның көңіліне қарайды, ағайын туғанға қарайды, өзінің менталитеті бар, өзінің бүкіл болмысы бар да. Әрине тек қана осыны сақтау арқылы төтеп бере аламыз. Әлеуметтік желіде тіл мәселесі қатты көтеріліп жатыр. Өйткені неге? Мысалы үшін қазақ, орыс, татар, неміс немен ерекшеледі? Ең бірінші тіліңмен ерекшеленесің. Бірінші паспортың тілің. Онан кейін өзің жаңағы салт дәстүрің, өзің болмысың, бұрыннан келе жатқан тарихың